Армысыздар. Бүгін Ефремовка деген ауылға бардық. Павлодардың жанында 35 километр дейді енді. Осы ауылға бардық. Ауылға баратын жолы әдемі екен. Бір екі ауылдан өтіп барады екенсің. Осы Ефремовка жете бергенде Заңғар деген ауылда бар екен. Ол ауылда да оңтүстіктен келгендер бар екен. Жалпы Павлодарға жақын. Жаңағы карта 43 минут деп көрсетіп тұр. Бірақ 35 километр қаланың ішінен көрсетіп тұр да карта. Сондай. Мынау Заңғар деген ауыл соған көрші ауыл екен. Бұл жерде де қазақ мектеп бар. Ефремовкада қазақ-орыс мектеп бар. Бұл жерге келген себебіміз осы ағамыз осы жердегі осылай көшет сатады екен. Осы жерден көшет алып жаттық та. Сол көшеттерді түсіріп кетейін дедім. Міне осы жерде 12 мың көшет бар екен. Осылай парнигі жасап істесеңіздер де болады. 100 теңгеден есептесеңіздер де ар жағын бір айдың ішіндегі табыстарыңызды өздеріңіз есептей бересіздер. Осы биыл күн салқындау болды бізде, әлі де салқындау. Парниктің іші осылай ерте өнім шығарып өз кәсіптерін жасап жатыр. Оңтүстіктен келген адамдар осылай жасап жатыр. Бұл жерде екі парник бар. Біріншісі осы, екіншісі міне жанында тұр. Біріншісіне помидор егіп жатыр екен ағамыз. Екіншісіне огурцы егіп жатыр екен, қияр егіп жатыр екен. Міне осылай. Биыл күн салқындау бізде. Жылда ағамыз айтады, 20 мамыр күні бірінші рет өнімді сатып бастайтын едік дейді. Биыл кеш болып жатыр дейді. Қайың ағашы бұл жерде де өсіп тұрған. Осы жерден көшет алдық. Біз болгарский. Одан кейін тағы көшеттер алдық. Осы 250-300 көшет алдық ғой деймін. 300 көшет алып кеттік. Осы жерден көшетіміздің барын осылай салып алдық та. Қалаға апарып, саяжайдағы жерге барып егейін деп жатырмыз. Содан шықтықта мынау Ефремовканың ішімен оң жақта мектебі, жаңағы балабақшасы бар екен. Екінші үйге барып көрейік дедік. Ол жерден қалампыр аламыз деп барғанбыз. Міне ауылдың іші. Ауыл үлкен екен. Қазақ-орыс мектеп екен ол жерде. Маған өзіме ауыл ұнады. Мен осы ауылды көргенде мүмкін осы ауылда тұратын едім. Қалаға жақын, әрі ыңғайлы, барып келуге де, қалаға да барып келуге. Қалаға бәрібір барасың, жұмыстарыңмен барасың. Сондықтан қалаға жақын болғанда жақсы сияқты тұрған ауылыңның. Бұл жерде де сол өзіне сай шаруа қожалық бар. Келесі Луганск деген ауыл бар екен. Ол жерде үлкен ауыл. Ол жерде мал шаруашылығы өте қатты дамыған екен. Ол жерде де оңтүстіктен келген адамдар көп екен. Міне келесі үйге келдік. Маған бұл жерде
үй ұнады. Үй неміс тұрған екен осы үйде, немістерден қалған үй екен. Үйдің жалпы дизайны, сыртқы дизайнның өзі. Ағамыз резиске егіп, резискасын ашып жатыр екен. Осылай. Бұл ағамыз енді биыл 1-ші жыл екен ол егіп жатқанына. Парникке. Енді стаж керек. Әрдеңе болсын, стаж опыт керек. Жаңағы 1-ші парниктегідей емес көрініп тұр енді. Бірақ болашағы мықты жер болатын көрініп тұр. Содан шықтық та біз Ефремкадан қош айтысып шығып кеттік. Ауылдың жалпы көрінісін қазір ары қарай көресіздер. Ауылдың сыртқы жолымен шығып көзе салдық. Ішіне кірмей шығып кете салайықшы деп. Осылай бір ауылды көрсетейін деп видеоға түсіріп, мүмкін сіздерге көмегі тиіп қалар деп видеоға түсірдім. Оңтүстіктен келуге ойланып жүрсеңіздер, осы ауылда әдемі сияқты тіркеліп қойыңыздар. Алда тағы да ауылдарды түсіретін боламын. Өзім барған ауылдарды осылай түсіріп кетіп жүретін боламын. Мәліметтерді сол жерден сұрап аламын. Сол мәліметтерді кейін айтамын. Жалпы осы кіреберісі Ефремканың жаңағы біз ағамызға барған жері. Светофор бар екен. Бір светофор. Бұл ары қарай Россияға қарай шығып кететін жолда орналасқан ауыл. Сондықтан көлік қатынауда аса қиын болмайды. Егер сіздерде көлік жоқ болса, менің өзім ауылымда кішкене көлік болу керек сияқты. Өзімде көлік бар, және көлік болу керек. Ал бұл ауылдарда енді қалаға жақын болған екен, қарым қатынас тез және оңайырақ. Тез табасың көліктеріңді. Біздің ауылда көлік таппай қаласың кейде.